Көкетайым, Көкетай. Ой, 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 Көкетайым, Әкетай. Әнші композитор Марат Омаров бүгінде кіші қызы Бибі Мариямды да өнерге баулып жүргені белгілі. Кішкентайының елімізде ғана емес, шетелдерде де өнер көрсетуіне ықпал жасап тәрбиелеп келеді. Бибі Мариямның әкесі буыны енді бітіп келе жатқан жас баланың тәрбиесіне де аса мән беретінін айтады. Қызым менің Бибі Мариям 12 жастан асып бара жатыр. 7 жасында бүкіл Америкаға барып қазақтың туын желбіретіп, қазақтың атын шығарса, бүгінгі күні арнайы бейнебаян түсірудеміз. Міне Құда қаласа жақында шығады. Жақын арада Рүстем бауырымыздың түсіруімен шығып жатқан бейнебаян. Мен қызыма айттым: сен айналайын, бүгін Америкада боласың ба, Европада боласың ба, Қытайда, Ресейде, барлық жер, бірақ есіңде болсын. Сен бойтұмарыңды ұмытпа, сен кім екенің? Мен қазақтың қызымын деп, сол әлді жырлауың керек. Қазақ екеніңді сен көрсетуің керек деп арнайы жазып бердім. Осы бейнебаянды Құда қаласа тұсауы кесіледі жақын арада. Қазақстан шоу-бизнесіндегі аға буынның алаңдайтын мәселелері де аз емес. Мәселен, Марат Омаров өнерлі қызының ғана емес, қазақстандық шоу-бизнестегі барлық жастардың жасап жатқан еңбектері еліміздің мақтанышына айналса дейді. Қазақстан шоу-бизнесі деп атады. Басқа Қазақстан Россияге, болмаса шетелге қарағанда қалай дамып жатыр деп көптеген сұрақтар беріліп жатады. Мен сондықтан да олардың, жастардың қазір тек қана Қазақстан емес, шет мемлекетте Қазақстанның әдебиеті мен мәдениетін таныту мін нағыз шеберлік деп ойлаймын. Жастарға тілейтін тек қана сол, бір жерде тоқтап қалмай, біздің Қазақстанымыздың ұлттық құндылығын дәлелдеп, ұлттық құндылығымызды, ұлттық мүддемізді шетелде дамытып, оны Қазақстан екенімізді танытып жатса, үлкен өнердің шыңы осы деп ойлаймын. Шоу-бизнестің шырқау шыңы демекші. Бүгінде қазақ эстрадасында жазылып жүрген әндердің басым бөлігі көшірме екені жасырын емес. Екінің бірі шетелдік әнді қазақшалай салуға құмар. Біз мұндай әрекетпен өсеміз бе, өшеміз бе? Бұл сұрақтың да жауабын аға буын өкілі Марат Омаров қынжыла айтты. Қазіргі жастардың шетелден ән ұрлауы бұл үлкен катастрофа. Бұл неліктен? Бұл бұрынғыдай біздің көркемдік кеңестің жоқтылығынан. Қазіргі қадағаламауымнан ба, болмаса бірнәрсе жетіспеуінен ба, мына жастарға. Енді бәріне айтуға болмайды, әрине жастар бар. Өте мазмұнды, мәнді әндерді шығарып, жүрекпен шығарып жатқан әндер өте жақсы, көп. Бірақ олардың болашағы маған өте қынжылтады. Қалай, болашақта қалай болады? 10 жылдан кейін. Біз егер мына әнді қарап отырып, бұл қазақтың әні ма, Бразилиянікі ма, Түркиянікі ма, жоқ әлде Американікі ма, ағылшындікі? Біз онымен таңдандырамаймыз. Хит болған кез келген әнді қарап көріңіз. Оның міндетті түрде одан бұрын жазылған шетелдік нұсқасы бар болып шығады. Қазақстандық шоу-бизнестің өкілдеріне, әсіресе жастарына таза, табиғатынан қазақтың құлағына жағымды, тәтті әндер жаздырса дейміз.